Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. WhatsApp-қа барлық ақпарат құралдарына жеткізіп тастаңыздар. Ал кеттік, әл қисса. Ендеше Путиннен бастайық. Көп жұрт, әсіресе халықаралық мәселелерден сауаты жоқ жұрт, мынау Гаага соты, халықаралық қылмыстық істер соты туралы таным түйсігі аздау. Өзін-өзі өйтіп жақсы көрмейді. Орыстың өзі қазақтың орысты сүйгендей өзін-өзі сүймейді. Орыстың өзі қазақтың орысты жақсы көргендей жақсы көрмейді. Орыс іштен атпайды, Путинді саттай алмайды деп әлеуметтік желіде жазып жатқан қазақтарды көріп, әгіні көріп шексілен қатады екен. Ал мен айтайын деген. Бұл Гаага сотының шешімін неге шығарып қойды? Бұдан ілгері сөйтіп бір халықаралық басшыға, бір үлкен мемлекетке, Біріккен Ұлттар ұйымындағы 5 тұрақты жораның біреу болған елге, Ресей сияқты, немесе Ресейден де төмен деңгейде бір елге шығарып беді? Жоқ. Бұл соғыс қылмысымен Милошевичке шыққан. Албандарды қынадай қырған Милошевич. Мынау ел аман жұрт тынышта сәбет құлап, мынау бүкіл дүние адамдық құқық дейтін нәрсені кәдімгідей дәріптеп сөйтіп жатқан кезде, этникалық қырғын жасап, Албанның еркегін, әйелін үлкен КамАЗ сияқты жүк машинесінің ішіне қамап, анау артқы газ шығаратын түтігіне кәдімгі құбырды жалғап, шлянкіні жалғап, ана машинаны от алдырып, оның газын жаңағы жүк машинаның ішіне жіберіп, тұншықтырып өлтірген видео бар. Және бәленбай сөйтіп этникалық қырғын жасаған дәлелі бар. Сол Милошевичке Гаага соты іздеу жариялаған. Ең соңында тұтқындады. Ертең сот болады деген күні Милошевич асылып өлді. Бірақ бәрібір халықаралық сот оны қылмыскер деп тұтқындады. Енді қараңыздар, іске аспайтын үкімді халықаралық қылмыстық істер соты жариялай ма? Жоқ. Ол да бір соттың үкімін жариялап атқарылмай қалған кез бар ма? Жоқ. Демек, халықаралық қылмыстық істер соты бұл үкімді жариялайтын кезде ақылдасатын жердің бәрімен ақылдасты, кеңесетін кісілердің бәрімен кеңесіп қойды. Өйтпесе, ол ондай қадамға бармайды. Және бірі кеше Американың президенті Байден халықаралық қылмыстық істер сотының шешімімен қосылатынын жариялап отыр. Демек, бұның бәрінде әңгіме бар. Тіпті анау соғыс бастала сала, Байденнің Путин ор криминал, яғни Путин соғыс қылмыскері деді. Екінші дүниежүзілік соғыста Жапон фашистері соғыс қылмыскері болып өлімге үкім етілді. Неміс фашистері соғыс қылмыскері болып өлімге үкім етілді. Осындай өлімге үкім етілген адамдар қаншама неміс фашистерінің жаңағы қашып кеткенде, оңтүстік Америка, Латын Америкаға қашып кеткенін соны іздеп жүріп, 70-80 жылдарда тұтқындап алып кеп тұрып, әлгілерді өлімге үкім етті. Израиль. Және екінші дүниежүзілік соғыста Нюрнберг соты халықаралық сот ашып, соғыс қылмыскерлерін жазалады. Ертең бір заман болады, ол заман мүмкін бір ай, мүмкін бір жыл. Сол заманда Путин дарға асылып тұрады. Сол Путин дарға асылып тұрғанда, ал енді алып қояйық 100 грамм қымыз deyip айтамыз. Өзіміз ал қазекеңдер бүгінгідей күнде енді ішпегенде деп қойымыз, тырнақша ішінде. Не істейміз деп бір 100 грамм тартып қоюға болады. Ескерту қымыз. Ал Гаага соты туралы айтайық. Енді Гаага сотының бұрынғы судьясы сұхбат беріп, бұл сот Ресей жерінде емес, Путин кез келген уақытта шетелге шыққанда атқарылуы мүмкін дейді. Бұлай қарасаң, бұл да бір сигнал. Және бірі. Иран сияқты алпауыт елдің қорғаныс министрін Трамптың кезінде бомбалап өлтірді ма? Өлтірді. Кәдімгідей бомбалап,
оның кетіп бара жатқан бүкіл ақпаратын спутникпен бақылап тұрып өлтіріп тастады ма? Өлтіріп тастады. Трамп өлтірді. Иранның. Неге? Ол кәдімгідей қылмыскер. Бір елдікі. Соғыс ашқан жоқ. Сол соғыстағы әсіре радикал басшыны өлтірді. Ендеше әуе кеңістігіндегі қорғаныс жүйесі нашар Ресейде Кремльді бомбалап тастау мүмкін бе? Әбден мүмкін. Путиннің арнайы пойызы бар. Арнайы пойызы Мәскеудің Кремльнен өзінің тұратын коттеджіне, саяжайына, орманның ішімен жүретін, қызыл алаңмен екі ортаңға жалғаған құпия пойызы бар. Кейде жердің астына түседі, ен далаға шыққанда жердің үстіне шығады. Ол пойыздың алдында арнайы танк сияқты қару кезеліп тұрады. Бүкіл қарулы армия. Соны Америка төбесінен ұрмай ма? Ұруы мүмкін. Әбден мүмкін. Американың, Еуропаның. Енді ол бірден оны бомбалап жіберсе қайтеді? Бір тәуелсіз елік құқы бар адамды неге жаңағы бомбалады деген атқа қалады. Сонымен кәдімгі соттың үкімімен алдымен жариялап қояды. Халықаралық қылмыстық істер соты. Гаага соты. Жариялап қояды. Заңды. Енді оны НАТО ма, жоқ Американың өзі ма, жоқ Еуроодақ па, мүмкін Польша, мүмкін масқара болғанда Румыния сияқты бір ел. Мүмкін тіпті ешкім ойламаған бір әлсіз ел дронменен Путиннің қақ шекесінен атып, екі қасының ортасынан атып, Путинді жаһаннамға жіберуі бек мүмкін. Бұл Гаага сотының мәні мен мағынасы осы деп ойлаймын. Мәні мен мағынасы осы деп ойлаймын. Бұл бір. Екіншісі, бұл Гаага сотының Путинге іздеу жариялауының артында Қытай басшысы Ши Цзиньпиннің осы келе жатқан аптада, міне бүгін сенбі, бізде сенбінің күндізі, сіздерде сенбінің түні. Алматыда, Қазақстанның әр жерінде уақыт қанша болды жазып жібересіздер. Ши Цзиньпин міне алда дүйсенбіде ма, одан ары ма барып Путинмен кезігеді екен. Бұл Ши Цзиньпинға берген ескерту. Бұл Ши Цзиньпин деген сұмырай осы уақытқа дейін өзінше нейтрал тұрғансып, өзінше жаңағы таразының екі басын тең ұстағансып сөйтіп отырды. Енді сен міне халықаралық қылмыскермен кезіккелі отырсың деді. Бұл Путинді халықаралық соғыс қылмыскерді Путинге іздеу жариялағанын Қытайдың ақпараты жасыра алмайды. Қытай жариялайды. Қытайдың ақпараты бұны жасыра алмайды. Себебі бұл соғыс ақпараты. Қытай барлық ақпарат сүзгілейді. YouTube шықпайды, Facebook шықпайды, Twitter шықпайды, Instagram Қытайда шықпайды. Енді бірақ Гаага соты осылай істеді деп Қытай айтпай шарасы жоқ. Енді бүкіл Қытайдың халқы біліп отыр. Яғни халықаралық сот Путинді қылмыскер деп іздеу жариялады. Ал сол халықара бойынша қылмыскер деген Путинге Қытайдың ұлы тырнақшашында көсемі барып қол бергелі тұр. Демек, бұл Қытайдың компартияның ішкі жағындағы Ши Цзиньпинге қарсы күштерге де, тіпті тұтас Қытай халқына да естеріңді жиыңдар, мына сұмырай бүкіл адамзатпен жау болып бара жатыр, міне деп Қытайға да берілген сигнал деймін.